Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті үлгішке мүдделі қауым және Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары. Бүгін бір шұғыл мәлімдеме жасауға тура келді. Баяғы Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2023 жылдан 2027 жылға арналған жаңа тұжырымдамасы жайында. Кеше алдың күні үкімет бекітті, ойбай осындай да осындай керемет деп ақпарат құралдары мәлімет таратқан болатын. Қолға түскен мәліметтер жөнінде кеше аз кем соған тоқталып қуанышымызды жеткізген болатынбыз. Ол біздің олай айтуымызға жаңағы көші-қон комитетінің қызметкері Дастан Айтқұловтың ауызба ауыз телефон арқылы айтқан сөзі негіз болған болады менің солай айтуыма. Мен айттым, қандастардың құқығы шектелмейді ғой. Өткендегідей 5 жылсыз азаматтық беру мәселесі алынып тасталды ғой. Дегенде, ой аға, ешқашанда алаң болмаңыз, оның бәрі алынып тасталды, осылай деп сөйткен болатын. Мен мынандай ойға келдім қазір. Мейлі, өкімет солтүстікке апарама, басқа жаққа апарама, апара берсін. Жеңілдік жасайма, жасамайма, оны да өзі білсін. Аз жасайма, көп жасайма, оны да өздері білсін. Менің жұмысым жоқ. Тек қана қандастардың құқығын шектемеу керек. Ол қандай құқық? Қазақстан Республикасына келу виза алып, мейлі қай елден болса да, келгеннен кейін қонысын өзі таңдау және Қазақстан Республикасының азаматтығын алу сияқты құқығы ешқашан шектелмеу керек. Ал енді басқа жағдаймен мен бүгіннен бастап айтып қояйын. Шаруам жоқ үкімет. Мына бағдарлама жөнінде айтып жатырмын. Шаруам жоқ. Түсіндіңіз ба? Бірінші кезекте осы құқықты қандастардың Алла берген, Біріккен ұлттар ұйымы берген, жаңағы біздің құқықтық актілермен бекітілген құқығына кепілдік беру керек. Не жасаса да сол. Соны шектемеуге кепілдік беру керек. Ал енді мен не үшін шұғыл сіздермен сөйлесіп отырмын? Менің қолыма келіп түсті жаңа бағдарламаның қазақша нұсқасы. Жаңадан өзгертілген, толықтырылған, өткендегі 5 қыркүйекте жариялап, шу шығарып, қайтарып алған тұжырымдаманың қазақша нұсқасы, өкіметтің бекітілуіне жіберген нұсқасы қолыма келіп түсті. Соны оқып, сосын жаңағы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіндегі көші-қон комитетіндегі жігіттермен сөйлесіп, осы екенін бәрін анықтап алғаннан кейін сіздерге шығып сөйлеуге тура келді. Енді сол тұжырымдаманың 4-ші бағытындағы, өткендегі 4-ші бағытындағы мынандай бір тұжырымды оқып берейін. Бұдан басқа дейді, Қазақстан Республикасының азаматтығын алу үшін, есіңізге сақтаңыз, азаматтығын алу үшін қоныс аударушыларды және қандастарды қабылдаудың өңірлік квоталары шеңберінде Қазақстан Республикасының үкіметі айқындаған өңірлерде тұрақты тұрудың міндетті шартымен дейді. Тұрақты тұрудың міндетті шартымен қандас мәртебесін беру тәртібін қайта қарау қажет деп жазылыпты. Көрдіңіз ба? Азаматтық алу үшін анау үкімет айқындаған өңірлерге барып тұру шарт астында сөйледі. Шартымен дейді. Тұрудың шартын міндеттей отырып қандас мәртебесін береміз деген деп жазыпты. Жаңа нұсқасында, кәдімгі үкімет бекіткен. Ал өткендегі нұсқасы қандай еді? Бұдан басқа қоныстандыру өңірлерін және Қазақстан Республикасының азаматтығын алу үшін кемінде 5 жыл тұру мерзімін ескере отырып, қандас мәртебесін берудің тәртібін қайта қарау қажет деген болатын. Екеуі бірдей. Құрттың атын жаңылтып малта қою деген сөз. Мына жерде азаматтық беру деген сөзді алып тастады, енді қандас мәртебесін беру дейді. Біз не үшін шырылдап отырмыз бұл жерде? Енді қараңыз, Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заң бар. Азаматтығы туралы заң. Сол заңның 16-да 1-ші бабында былай деп жазылып тұр. 16-да 1-ші бабында жеңілдетілген тәртіппен Қазақстан Республикасының азаматтығы қандай адамдарға беріледі? Жеңілдетілген тәртіппен, немесе тіркеу тәртібімен. Қандай адамдарға беріледі? Бірінші, соның ең біріншісі жеңілдетілген тіркеу тәртібімен
мынандай адамдарға беріледі. Қазақстан Республикасының аумағында заңды негізде тұрақты тұратын қандастарға беріледі. Қандас деген не? Қандас деген мәртебе, кәдімгі заңдық мәртебе алу керек қандас деген. Сіз ықтияр хат алсаңыз, сізден қандас мәртебесін талап етпейді, өздеріңіз білесіздер қазіргі қолданыстағы заң бойынша. Егер мен Қазақстан Республикасының азаматтығын аламын десең, онда қандас мәртебесін алып кел дейді. Барып, жаңағы еңбекпен қамту бөлімінен немесе осы еңбек министрлігінің жергілікті жердегі атқарушы билігінен қандас мәртебесін алып барсаңыз ғана Қазақстанның азаматтығына қол жеткізе аласыз. Енді қараңыз, жаңағы үкімет қол қойғалы отырған немесе қол қойып қойған тұжырымдамада сол қандас мәртебесін қайта қарау керек. Ол жаңағы үкімет айқындаған өңірлерде тұрақты тұратын шарттың астында берілетін болу керек деп отыр. Ертең осы тұжырым бойынша заң жобасын қайта қарайтын болса, онда осы шарт бойынша қарайтын болса, онда қандастардың құқығы тағы шектелейін деп тұр. Сіз Қазақстан Республикасының азаматтығын алу үшін қандас мәртебесін алуыңыз керек. Ол қандас мәртебені алу үшін міндетті түрде сіз өкіметтің айқындаған өңірлеріне баруыңыз керек. Көрдіңіз ба? Құрттың атын жаңылтып малта қою деген осы. Көрдіңіз ба? Өте қорқынышты. Мына бомба. Мен айтып жатырмын, олар маған түсіндіруге әрекет жасап жатыр. Бұның басқа түсіндіретін жағы жоқ бұның. Екеуі бір сөз. Көрдіңіз ба? Зымияндықты. Көрдіңіз ба? Арамзалықты. Көрдіңіз ба? Қандастарға жасалып жатқан қастандықты. Мен білем, осы тұжырымдаманы дайындаушылар да, және осылай дайындауға ықпал етіп отырған Ақордадағы Ақешкі мен Көктөке де бұның құқықты шектейтінін біледі. Біле тұра тағы да осындай арамза қадамға барып отыр. Осындай қастандыққа барып отыр. Білдіңіз ба? Демек, райынан қайтпай отыр. Ондағы мақсаты ұлы көшті тоқтату, сосын президентке халықты қарсы қою. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевқа қарсы қою. Осыдан басқа түсіндіруге келмейді бұны. Мен осылай түсініп отырмын. Әйтпесе не әкелерінің көз қылды бар, мысалы осы шеттен келіп өз бетімен өмір сүріп қоныстанып жатқан қандастарда не хақысы бар олардың? Көрдіңіз ба? Адамның құқығын шектеп жатыр. Біз президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан құрамыз. Әділетті Қазақстан деген заң үстемдік ететін Қазақстан деп қайта сайлау өткізіп, ата заңға өзгерістер енгізіп, жаңа саясаттарын бастап жатыр, жаңа реформаларын бастап жатыр. Біз сол кісіге көмектесейік деп партия құрып жатырмыз. Ал енді ардақты ағайын, сол мәселені сіздерге жеткізіп қояйын деп эфирге шығып отырмын. Бұны Фейсбуктағы парақшама жазып, Сенат депутаты Мұрат Бақтиярұлына және Отандастар қорының президенті Абзал Сапарбекұлының атына арнайы хат жаздым. Отандастар қорының жанында өткендегіндей қоғамдық комиссия бар, соның жиналысын шақыру керек. Сол жиналысқа Тамара Дүйсенованы шақыру керек, түсініктеме берсін, осы мәселені ашық талқылайық деп хат жаздық. Енді ұлы көшке мүдделі қауым сіздерге келейік. Отырсыздар жайбарақат. Бірін атып, бірін қағып, қазақ арманы партиясы құрыла ма, құрылмай ма деп кәсіпкер ағайындар отыр, 5-10 теңгесін қимай. Ал енді көріңіз міне, қолынан келгенін жасап, қонышымен басып өткелі отыр сіздерді. Мен ашық айтып қояйын. Өзім білем, етігімді төргілем деген бір мақал бар екен мына қырғыздарда. Топ-тура соны жасап отыр бір күштер. Тоқаевқа қарсы күш. Ол Тоқаевқа қарсы күш. Басқа сылтау таба алмай, тек қана осы ұлы көш арқылы сол кісіні мұқатпақшы, сол кісінің аяғын шалмақшы. Бұл бірінші айтатыным. Екінші, қандастар ұнамайды оларға. Тек қазақтар ұнамайды. Қай мүддесіне келіп жатыр екен мен білмеймін. Өстіп көш тоқтатқан. Сондықтан тағы да бір қайталап айтайын, ардақты ағайын, ұлы көшке мүдделі қауым, естеріңізді жиыңыздар, әрекетке келіңіздер, тездетіп 5000 адамның дауысын жиыңыздар. Басқа жол жоқ. Партия құрамыз, Құдай бұйырса тіркетеміз, президентімізге көмектесеміз, осындай сорақылықтардың алдын аламыз. Құрметпен, Ауыт Мұқибек. Желтоқсан айының 2-сі.